ауа райы тамаша, камерамды алып далаға алып шықтым. Енді түсіріп жатсам, мына блогер тағы шықты. Ал бізді қолап видеоға түсіреді, білмеймін, бізден басқа ермек жоқ болсын деп камерамды алып бұрылып кетіп қалдым. Неше күн болды? 3-ші күн ба? Бүгін 2-ші күн ба? Әбден шаршадық. Мына үйдің боғы біте ме, бітпей ме? Салып жатыр, әбден шаршадық. Қоңқ етіп, неше рейс жасадық, Құдай-ай, боқ бітетін емес. Немене бүгін бәрі маған қарсы шыққан. Өзім шыбын болып, шыбындап күнге күйіп тұрсам, мына блогер келді тағы да камерасын ұстап. Жарар, енді кітті көңіл бөлейік. Ескелеп, шамалы жақында аяқ жүріндер. Әйтеуір біреу маған көңіл бөлді. Рахмет. Жөнімізге жайылып жатқан бізде несі бар екен? Жарар, өзіне күн сүр. Енді көршінің қошағандарына шыққан ба? Әрсал, камераңды аралшы. Шаршадық сенен уже. Көршінікін жолап, нем бар, құрсыншы кеттім зауларға. Өзі бір жалықпайды. Ананы түсірді, видеоға мынаны түсірді. Қайтып айналып келдің бе? Жарар, түсір. Не істеу үшін өзің? Сіздерді мені видеоға түсірген қатты ұнайды. Сіздермен бірге табиғатты тамашалап, сіздердің дауыстарыңды, сендердің қимылдарыңды мен стористеріме салғым келеді, әдемі монтаж жасағым келеді. Неге соны түсінбейсіздер? Мені ренжітпеңіздерші. Менің сіздерден басқа ермегім жоқ. Ауылда тұрғасын жерде ауылдың контентін мен оқырмандарыма ұсынғым келеді сіздер арқылы. Келістік пе? Менен саған не пайда? Мен сені ерте оятқаннан басқа пайдам жоқ. Дұрыс, сен әтеш мені тек қуып, одан қалды ерте оятудан басқа ермегім жоқ. Сонымен мен керек бәріне ренжіп, күйеуімнің қасына боғалып кетіп қалдым.